Дәл базардағы капуста салатын үйде жасаған әлдеқайда тиімді және пайдалы болады. Бұл салаттың жасалу жолы әртүрлі, ал мына рецепт барынша дәл базардағы салатқа дәмі өте жақын келеді. Сондықтан видеоның соңына дейін көріңіз. Менде ірі көлемдегі орам жапырақ болатын, соның жартысын қолдандым. Шамамен 1,5 килограммдай шықты. Айтпақшы, ортасында қатты жерін кесіп алып тастайсыз. Құрметті менің көрермендерім, арнама тіркеліп лайк басып қойыңыз. Сіздердің қолдауларыңыз біз үшін өте маңызды. Орташа көлемдегі 2 дана сәбізді, яғни 300 граммдай болады, кәріс салатына арналған үкіштен ұзыншалап турап аламыз. Енді осыған 3 қасықтай тұз салып, капустаның осылай жабысып қалған жерлерін араластыра отырып ажыратамыз. Содан кейін жарты сағатқа суы шығуы үшін қойып қоямыз. Жарты сағаттан соң шыққан суын төгіп тастаймыз. Менде ірі болгар бұрышы болды, соның жарты бөлігін және орташа қиярдың жартысын ұзыншалап турап, 3 қасық қант, әрқайсысы 1 шай қасықтан чили, кориандр, паприка, куркума, қара бұрыш, 4-5 сарымсақтың тістесін, 50 мл өсімдік майын, 1 шай қасық 70% сірке суын құйып, жақсылап араластырамыз. Бетін жауып, кемінде 5 сағатқа, ал 1 түнге қалдырсаңыз, одан жақсы маринадталып, тұз дәмі сіңіп тұрады. Ертесінде ас-көк қосып дастарханға ұсынамыз. Бұл салат шамамен 1 аптаға жуық жетеді және сол тұрған сайын дәмі одан сайын дәмді бола береді. Шарыны мол, өте дәмді салат, құрамы таза. Базардағы салаттарда дәмін кіргізу үшін глютамат қосады, ал мына рецепте маринадталып қана жасалады. Сондықтан барынша табиғи, пайдалы салат. Сіздермен қоштаспаймын. Назарларыңызға көптен көп рахмет. Келесі видеода жүздескенше.